Әзгесен достар, сіздермен Қазақша шахмат каналы және бүгін мен сіздермен фигуралардың шын мәнінде қандай шын өмірде рөлді ойнайтынын анықтайтын боламыз. Бірінші рөл біз пешкадан, яғни сарбаздан ат айтып тұрғандай ол әскер, және піл күзетші, орысша охранник, офицер немесе одан кейін екіншісі ол әскерді басқара алатын конь, және де конь өте мықты болып келеді, және де ол басқа фигураны жекіре алады. Енді біз ладьяға кеттік. Ладья ол қамал, ол корольді қорғайтын қамал болып саналады. Ал енді ферзь ол ханшайым, ал король ол патша. Бұлар олардың қызметтері. Олар егер шахмат в реальной жизни болса, осындай болушы еді. Атта ол менің теориям, қалғандары олар доказано болып келеді. Барлықтарыңызға көргеніңізге рахмет. Сау болыңыздар.